Сіздерді 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймыз. Отбасыда махаббат, достық, бейбітшілік пен жағымды әсерлер сыйлауын тілейміз. Қымбатты ханымдар, 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймыз. Бақыт пен жақсылық, байлық пен сәттілік, көктемдегі көңіл күй мен шат күлкі тілейміз. Бар тілектеріңіз бен армандарыңыз орындалсын. Хочу сказать спасибо своей маме за поддержку, за понимание и за то, что она всегда со мной рядом. Моя мама самая лучшая, то, что она меня воспитывает, любит и ухаживает за мной. Поздравляю всех мам с 8 марта. Аналарды 8 наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Менің анам қандай? Менің анам әдемі, көрікті, сұлу, және де менің анамнан қолынан бәрі келеді. Барша әйел қауымын мерекемен құттықтаймын. Моя мама самая лучшая, потому что она меня родила, ухаживала, любит и кормит, одевает. Поздравляю всех с 8 марта, женским праздником. Менің анам ең әдемім, ең мейірлі. Менің өмірге келген көп рахмет. Келе жатқан 8 наурызбен құттықтаймын. Менің анам ең жақсы адам, мен оны қатты жақсы көремін. Мен өміріме әкелгені үшін, тәрбиелегені үшін үлкен алғыс айтамын. 8 наурыз мейрамымен құттықтаймын. Моя мама самая лучшая, самая красивая, потому что она родила меня, воспитала, дает заботу, уважение мне. И также она создает уют в нашем доме и также любовь дает всем нашим детям и также мне. Моя мама самая любимая, потому что она мне дала все, что могла, и сейчас дает, что может. Менің ұстазым мақтанышым. Менің анам менішім. Моя мама самая лучшая. Она вкусно готовит и крепко-крепко любит меня. Спасибо маме, что она меня родила. Спасибо, мама, за то, что ты мне покупаешь игрушки. Спасибо, мама, за то, что ты меня любишь. Менің анам сұлулы және әдемі. Менің мамам ең жақсы адам. Мен оны қатты жақсы көремін. Моя мама самая лучшая. Она помогает мне с уроками. Поздравляю всех дамах 8 марта.